Қандай бал қойдыңыз не? 8 деген бал қойдың, не себепті? Толық емес пе тапсырмалар? Иә, тапсырмалар толық емес. Жарайды, жақсы. Болды. Ал енді тақтаға қарайық. Күнделігімізді дәптерімізді алайық, тақырман жазып алайық. Алдарыңыздай тағы да тақтаға тапсырма тұр. Екі тапсырма оған қойылатын талаптар. Есімдік түрін меңгердік, санаға таным өңгердік. Арал тағдыры тақырыбына жазайық есте өңгеріп. Қандай тақырып жазады екенбіз эссені? Арал тақырыбы. Арал тағдыры тақырыбына есте жазады екенбіз. Есеге қойылар талаптар. Су жайлы таным жарақ дәл. Есімдіктерді түрлендіріп, жазыңыздар есте қарақтар. Орындау үшін талапты, жазыңыз таза сауатты, қателіктерді жібермей зерделіп көзбен қарақты. Қасиетті шипалы су қорларын қамтыңыз, жарнамалап туризмді, қиял танымды дамытыңыз, жанашырлық сезім оянсын, тағдырына аралдың, сезімдерден адамдық, шәкірттер бойға нәр алдың, жер жаһанның үстінде жасалған адам қолымен апаттарға жетерлік, алған өріс жолы кең. Аялап жер жаһанды болдырмайық апатты, есімдік және түрленуін меңгеріп, болыңыздар сауатты дегім келеді. Міне осы талап қалса үйден есте жазып келеміз. Бұл тапсырма сіздерге үйге. Ең сабағымның келесі кезек мынандай. Тапсырмасын түсіндік қой, түсінбеген жерімізді сұрап алайық. Эссенің көлемі 60-70 сөз болу керек. 60-тан асып жетпей толмаса да болады, 60-тан асса жарайды. Міне осы тақырыпта міне айтылған талаптар. Жазуларын сауатты болсын, жазуларын түсіндіріп өздеріңізден болғанда солай айттыңыздар. Жазуларымыз сауатты болсын, немені қамту керек? Су жайлы таным. Алдында өткен зәм-зәм су, тағы басқа жаңағыдай туризмге байланысты нені қосасың сабағы, үлкен осы үлкен 390-ның бастап ардымызға мектебіміздің түлегі Темір Ғайниева Жанерке бізге кітап әкеліп табыстады. Не барыстарыңызды қолдарыңызға? Сіздердің кітап танымдаған кітап туралы кітапқа қызу сұлтанын арттыру мақсатында осы кітап сіздерге әкелді. Ол кітап сұрамайды деп ойламаңыздар. Әр 90-ның соңында мұғалімдердің қолы қалт еткенде сол кітаптан оқыған білімдеріңіз жайлы сіздер есеп бересіздер. Сол үшін қазір қалған сабақтың соңғы 8 минутында кітабымызды алайық та оқуға кірісейік. Кітап алмастырын. 8 минуттық оқу тәсілі әр сабақтың соңында кітап оқуды арттырар, ізденімпаздық жолында қызығушылығы молаяр, енжарлықты жоялар, шәкірттен бойдан жатқылық, бір шетке қоялар. Кемел адам болуға шәкірттерге бағдаршам дейді. Міне, осындай сіздерге бағдаршам ретінде кітап оқу несін әкеліп енгізіп отыр 8 минутта дейді. Ал жақын. Тез оқушылар, қазір бұдан да сіздерден сұралады. 3 минуттан кейін өздеріңіз оқыған адреста мазмұндап бересіздер маған. Tarafından okuyun derler. Anlatay buldunuz mu? Anladım da buldum. Yani bu kaçı biraz başkasını okumanlarınız var mı? Anladım da. Болғандарыңыз мазмұндауларыңызды бағалап шығамыз. Кәне кім мазмұндайды? Айтып баста. Қандай әңгіме кімнің кітабы, қандай әңгіме оқып жатырсың? Бұл кітап Бердібек Соқпақбаевтың кітабы. Бұл кітапта балалық шаққа саяхат деген тақырып. Bir günü bir bala şişesinden көрші ауылға барады. Сосын шешесі бір үйге кіріп 3-4 әйелмен шай ішіп отырады.
Ал бала болса үлкен балалармен асық ойнап жүреді. Bir кезде оны bir үлкен бала келіп түртеді. Сосын не болды деп бала сұрайды. Сол кезде әне сенің шешең кетіп бара жатыр дейді. Жақсы. Жақсы оқыпсың, айта алады екенсің. Жақсы. Міне қырласып мен жақсы оқығаным келеді. Әлде немен оқыдыңыз? Айта аласыз оқығаныңызды. Алғаны кеттік Дария. Айтыңыз оқыған жеріңізге дейін. Немен оқыдыңыз? Кімнің шығармасы? Немен жоғары? Айта алады десек ол дереу сіз. Айта қойыңыз. Сағынтай. Сөйлемден асып келе болысыздар. Gülüm. Ya sen tur agak yok iberim. Kitapını oku iberim. Kitaptan Sağ tay basta. Okuyayım. Bu sıralama bir sokaklar. Iya. Sarman katılır. Yiyeceğim kitap tapırsın alay tapır. Her yerine gidip oradan. Қожа таңертең шәйімді ішіп спорт алаңына кетіп бара жаттым. Қолымда домым бар. Содан кейін кеше Спартак деген командадан жеңіліп қалған едік. Соны жеңуге бара жаттым. Жақсы, Сағынтайдың өзі қожа болып кетті.